Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Ағам ұшақпен ұшып кетті». Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты автордың ойын бағалау. 5-ші тапсырма, оқылым жазылым тапсырмасы. Мәтінді оқы, тақырып қой. Жолсерік, жолаушыларға қызмет көрсететін адам. Олар пойыз вагонындағы тәртіпті бақылап, жолаушылардың жағдайын жасайды. Ұшақтағы жолаушылардың қауіпсіздігін, жайлылығын қамтамасыз ететін әуе кемесі экипажының құрамындағы маманды да жолсерік деп атайды. Жолсеріктер апат бола қалған жағдайда алғашқы медициналық көмек көрсетуі керек. Олар ұшақта, пойызда қызмет көрсетіп, ақыл-кеңес береді. Бағалау парағы, мәтінді оқиды, тақырып қояды, 1 ұпай. 6-шы тапсырма, айтылым тапсырмасы. Отбасыңмен бірге ұшақпен шетелге демалуға ұшып барасың. Кенет інің су ішкісі келетінін айтты. Жолсерікті қалай шақырасың? Көршіңмен осы тақырыпта диалог құр. Бағалау парағы, диалог құрады, 2 ұпай. Диалогта тапсырмада берілген тақырыптардың барлығы қамтылады, 2 ұпай. Сөйлеу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. 7-ші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Мәтіндегі ақпаратты пайдаланып, жолсерікке арналған шағын нұсқаулық жаз. Бағалау парағы, мәтіндегі ақпаратты пайдаланып, нұсқаулық жазады, 2 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды, 2 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.